Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Эфирде Атамекен бизнес ченнелдің мобильді студиясы Алматыда Ритц-Карлтонда орналасқан. Енді жаһандану дәуіріндегі, тағы да қайталап өтейік, цифрлық күн тәртібі халықаралық форум өтіп жатыр. Сол форумның деңгейінде біз мүмкіндігінше бірнеше спикерлерді, құрметті көрермендер, сіздер үшін осы студияда тақырыпты талқылауға тырысып жатырмыз. Және біз алдағы уақытта да дәл осы тақырыпты талқылай беретін боламыз. Бізде дәл қазір қонақта Қазақстандағы жалғыз деуге болады IT университетінің ректоры Шыныбеков Дамир мырза. Қош келдіңіз, Дамир мырза. Енді шын айту керек, жаңа бірнеше премьер-министр, сонымен қатар спикерлер келіп қатысып жатыр, барлығы айтып жатыр, ананы айтты, мынаны айтты, өзгерістер соңғысы келіп жатыр. Енді әркім өзіндегі бар нәрсені мақтанды, шын айту керек. Мен өзім байқағаным, Медведев өзі мақтанды, тіпті Сапар Исаков ол ана түндігіміз, шаңырағымыз бар деп мақтанып жатыр. Белоруссия тағы басқасы. Менде біз не істеп жатырмыз, жалпы сіздің ойыңызша? Біз не істеп жатырмыз? Біздің нарықта не өзгеріс болып жатыр? Сіз енді бақылап отырсыздар ғой жалпы? Мынау енді цифрлық Қазақстанда бағдарламаны алатын болсақ, ол өте жақсы бағдарлама да. Енді ол іске асыратын болса, жартысы іске асыратын болса, хотя бы ең құрғанда, ол өте үлкен дәрежеге жетеміз. Мен оған көз жетті. Ал енді мынау электрондық... Осыны ашып түсіндіріп кетейікші, өте үлкен дәреже дегеніміз не ол? Бізде қарапайым көрермен көрген кезде ол не деп ойлайды да көбісі? Бірінші ең басты мынау ашықтық, мемлекеттік ашықтық, мынау өкімет дейміз ғой. Өкіметтің барлық сервистер ашық болады. Енді қазір өзіміз көріп тұрмыз. Жыл сайын өзгеріп жатыр. Қайда кетіп жатқан, барлық процесстер анық болады. Ол біздің мемлекетімізге өте тиімді, пайдалы болды. Себебі біздің территориямыз үлкен, өзіңіз білесіз, адамдардың саны өте көп емес, сондықтан басқару да оңай болатын сияқты екіншіден. Дұрыс айтасыз, басқару да оңай. Сондықтан біз интеграция дейміз ғой, интеграцияны қаша алмаймыз, интеграцияға жақсы кіреміз да, жақсы дәрежемен кіреміз. Қалай айтуға, бір деңгейде партнер ретінде. Екіншіден, критикалық масса дейді, экосистема дейді. Бұл не деген? Бұл біздің менталитетті өзгертуіміз керек. Біріншіден, екіншіден мамандарды дұрыс дайындау керек. Себебі 21 ғасырдағы цифрлық экономика дейміз, ол өте күрделі, техникалық жағынан басқа түрде маман болады. Мысалы үшін бізде түсінікті. Мен түсіндім ойыңызды. Қараңызшы, менде сұрақ былай туады, Дамир мырза. Мысалға, сіз айтып отырсыз, жаңа біз 50%-ға ең құрғанда өтуіміз керек деп отырсыз. Қанша уақытта өтуіміз керек шамамен? Осы 3 жылдың ішінде. 3 жылдың ішінде. Ал енді қараңыз, сіз жаңа эфирдің басында айттыңыз, осы басылмай тұрып, мына бір мәселе айттыңыз, бізде мамандар тапшы дедіңіз. 3 жылдың ішінде тіпті сол нарыққа мамандарды тәрбиелеп берудің өзі қиын сияқты мен ойымша. Тіпті оны оқытатын мамандардың өзі аз. Келісесіз ғой? Проблема бар. Біз неге асығып жатырмыз сондай? Егер біз ертең тағы да былай айтқан кезде тоқтап қалмаймыз ба? Риск сияқты мен ойымша. Енді осы жоғары технология дейміз ғой. Жоғары технология 1 жыл, 3 жылдай өтіп шығады. Өзіңіз білесіз. Сондықтан біз де енді қазір шын айту керек, біз кішкене тоқтап қалдық осы оқытудан. Енді сол жыл, осы 3 жылдың ішінде орысша айтқанда рывок жасауымыз керек те. Сондықтан барлық реформалар білім және ғылым саласында тез жасауымыз керек. Бірақ сапаны жүйені әлде сапаны? Сапа, білім сапасы төмендетпеуіміз керек. Бірақ былай алатын болсақ, ақпараттық технологиялар 90-шы жылдардан бастаған жоқ қой бізде. Сондықтан бізде осы саласында да, тарихымызда да жоқ, шын айту керек, мектебімізде жоқ. Сондықтан бұл кішкене жеңілдетеді осы тапсырманы орындау үшін. Қалай жасауға болады? Мынау шетелде барлық ең үздік университеттердің бағдарламаны алып, контент дейміз ғой, осы бізге енгізуіміз керек. Бір. Екіншіден, мамандарды тездетіп дайындау керек. Мамандарды қалай дайындаймыз? Стажировка арқылы. Мысалы үшін болашақ бағдарлама бойынша 5000-нан астам мамандар келді. Олардың жартысы ақпараттық технологияға қатысты. Сондай ма? Біздің университетін алатын болсақ, бізде 48 мұғалім болашақ бағдарлама бойынша оқытқан біздің бітірушілеріміз. Екіншіден, олар көбісі бизнеске кетеді, жақсы дайындаған мамандықтар. Оларды стажировкадан көп
саны көп. Жоқ, мына бір нәрсені мойындайықшы енді. Қараңызшы, сіз айтып отырсыз, мысалға енді мүмкіндігінше біз сөйту керекпіз, бүйту керекпіз, сол кезде біз ол нарықты, яғни мамандармен қамтамасыз етуіміз мүмкін деп отырсыз. Бірақ менде сұрақ былай туады да енді, сіз түсіндіңіз деп ойлаймын. Бізде мына шетелдік мамандар көбейетін сияқты. Себебі Индияда былай айтқан кезде, орысша айтқан кезде море. Айтишниктер толып жүр, мысалы, жұмыс таба алмай жүр кәдімгі. Біздікілер ол жаққа барып, кейбір проектлерін сол жаққа тиынға жасатып алып, ол жаққа келіп сатып жатады. Мен өзім көзім көрген нәрсе, делдал болып жүр мысалы. Ертең, қарапайым сөзбен айтқан кезде, сол индеецтер, сол қытайлар бізге келеді ғой. Яғни нарыққа келеді. Нарықта, яғни біз екінші сортты мамандарды дайындап бастайтын сияқты болып отырмыз. Менің бұл енді критикалық қойса. Себебі бізде жалғыз университет дұрыс па айтымен. Енді Назарбаев бар десек те, бірақ негізгі маманданған университет сіздерге қателеспесем. Иә. Енді біздің университет Қазақстанда, менің ойымша, мен өзім жеке рейтинг деп айтайықшы, бір 10 шақты университет бар. Жақсы, сапалы білім беретіндей. Мысалы үшін Ресей мемлекетімен салыстыратын болсақ, біздің Қытаймен салыстыратын болсақ, болады. Бәсекеліге қабілеті болады. Ал қалған бізде 84 университет дайындайды. 84 IT бойынша 84 оқытатын бар ма? Иә. Жалпы Қазақстан бойынша 130 жоғары оқу орын бар. Олардың 84-і ақпараттық технология бойынша мамандар дайындайды. Олар енді бизнес көзі ретінде қарайтын сияқты, мен ойымша нағыз маман дайындаған. Сондықтан мынау критикалық масса дейміз ғой, критикалық масса негізде қазір бар. 32 мыңнан астам студент саны бар. Ол жыл сайын 8 мың өсіп отырады. 8 мың бітірушілер болады. 8 мың жыл сайын көріңізші, 3 жылдың ішінде 24 мың мамандар болады. Бұл өте қорқынышты. Сіз өте үлкен ақпарат айтып отырсыз. Мен қазір неден қорқам? Ертең айту мүмкін. Мысалы үшін қазіргі таңда экономистерді, юристерді бәрі жамандайды ғой. Сапа жоқ. Ертең айтады, сапасыз айтишниктер бізде қаптап кетті, бла-бла деген. Сөз сіздерге тиеді. Бізге тиеді. Мен содан кішкене қорқам деп айтуға да болады. Бұл реально қорқыныш негізі. Сондықтан мен көтеріп отқан мәселем, біріншіден мынау жетақ мамандық бойынша Қазақстан бойынша оқытып жатырмыз. Ақпарат технология. Ол өте аз. Өте аз, е? Өте аз. Оны мысалы үшін Big Data-ны алатын болсақ, Big Data-ның сұраныстағы негізі қанша мамандық өзі? 40-тан асады. 40-тан асады. Қазіргі таңда. Жетеуін ғана оқып жатырмыз. Иә, дұрыс айтасыз. Енді логикалық тұрғыда туып тұр ғой, яғни 30 жаңағы 3 мамандық ол сырттан келетін суық туып отыр ғой. Дұрыс айтасыз. Біз мынау ақпараттық технология, ақпараттық жүйелер мамандық бойынша бір бағдарламамен бүкіл Қазақстан бойынша оқытып жатырмыз. Ал біздің университет тағы бір 10 шақты университет бар, специализация ретінде оқытамыз. Big Data-дан, қауіпсіздік дейміз, басқа барлық қалғандар университеті білеміз ғой. Құрметті режиссерлар, уақыт берулеріңізді сұраймын, өйткені өте маңызды тақырып, сосын ары қарай айта беріңіз. Екінші мәселе, мұғалімдер жетіспейді. Мұғалімдер шынымен жетіспейді, иә? Қазіргі таңда жақсы мұғалімдер бар, біз дайындаймыз, вендорлар дейміз ғой, CSK-дан, Microsoft-дан, шетелден әкелесіз. Шетелге жібереміз. Жібересіздер плюс. Болашақ бағдарлама бар, өзіміз төлейміз. Қалай эффект бар ма? Сол мұғалім келеді, 2 жыл істейді, бізге қарызды қайтарады, кетеді бизнеске. Бизнеспен біз бәсекеге тұра алмаймыз. Олардың айлықтары да үлкенірек, мақсаттары да, сондықтан бізге көбірек дайындау керек. Сол біз ұсынысты болашақ бағдарлама біздің бар. Мүмкін жалақыны өсірулеріңіз керек шығар. Жалақы бізде жақсы. Мысалы үшін бізде доцент, ассоциированный профессор дейміз ғой, соның жалақысы 350 мың теңге айна. Ол енді Дамир мырза, түсінікті, өте керемет. Сіздердің жалақы үлкен екен білеміз. Енді қараңызшы, қайтан келейікші ана мәселеге. Жаңағы 33 мамандықты қалай енді, қалай істейміз оны, не істейміз? Сіз алдағы біз 3 жылда 50%-ін енгізуіміз керек. 33 мамандық әлі жоқ Қазақстанда қалыптасқан. Ертең сіздерден сұрай бастайды, нарық сұрай бастайды. Беріңдер, мемлекет сұрайды, мемлекеттік. Қазір бүкіл мемлекеттік органдардың әрқайсының қасында компаниялар құрылып алды IT бойынша. Тіпті мен білем, денсаулық сақтау министрлігінің қасында құрылған IT бойынша акционерлік қоғамның 500 IT-шілер, мен таңғалдым, олар не істейді сонда, не істеп жүрсіздер сендер дедім. Сіздерде де 180 ғана. Менде сұрақ туып жатыр да, ертең сіздерден сұрай бастайды. Тіпті ақша бөлінді ғой, 150 миллиард бөлінді мысалы. Не істейміз енді? Не айтып жатырсыздар оларға? Мен министрге де айттым, депутаттарға да айттым. Бұл мәселеге көңіліміз қазір бөлуіміз керек. Қалай?
мынау рейтинг жасау керек. Университеттердің рейтингі болады. Сол рейтинг бойынша мысалы үшін 10 ең үздік университетке академиялық тәуелсіздік беру керек. Керемет. Содан сол 10 университет мысалы үшін мүмкін 30 университет болса, ол саясат қой негізінде. Соларға академдік тәуелсіздік берсе, олар 40 мамандыққа дейін дайындайтын болады. Сол бағдарламаларды басқа университетке береміз. Екіншіден, мемлекеттік грант дейміз ғой, мемлекеттік грант ең алдымен осы университетке беру керек. Сондықтан неге десеңіз, мемлекеттік грант берілді ма, ол значит мемлекет гарантия береді. Осы маман біздің сапаға сәйкес болады. Ал артынан ол бітіреді мемлекеттік грант бойынша, жұмыс таба алмай жүреді. Түсінікті. Сол үлкен мәселе. Түсінікті. Енді менде сұрақ былай туады. Мысалға, мен білем, денсаулық сақтау орындарында, ауруханаларда болсын, мектептерде болсын, цифровизация, бірақ олар плюс қағазға есеп жазады. Плюс анаған енгізеді, жаңағы былай айтқан кезде пол жуатын апай отырады да, кешке отырады да, соны енгізіп отырады отчетты, есепті. Ойлаңызшы, бұл күлкілі да, цифровизация емес, бұл күлкілі расымен айтып отыр. Енді сіздер, мысалы, мен бір компанияны білем, Қазақстанда мүлдем қағаздан бас тартқан. Сосын оларда бюрократия жоқ, холократия. Толығымен қағаздан бас тартқан, кәдімгідей бір жұмыс істеп жатыр. Сіздер бірінші университетсіздер осы IT саладағы. Қалай сіздер енді планшетпен, сондай бір смартфон, мүлдем ұстамайтын шығарсыздар. Кірген кезде кәдімгі электронизация былай кіріп кететін шығармыз, әлде қалай? Бізде былай. Әлде қағаз қолданасыздар ма? Біз барлық процесстерді цифрға енгізіп жібердік. Бірақ біздің университет жалғыз өзі жұмыс істей алмайды. Барлық мемлекеттік органдар бізде сұрайды, запрос жібереді. Білім министрлігі сұрайды. Барлық министрлігі. Соның жазбаша түрде болу керек. Жазбаша бұйрықтар болу керек. Сондықтан сол менталитет, бүкіл мемлекетіміздің менталитетін өзгермейді. Яғни соны ғана күтіп отырсыздар, түсінікті. Көп рахмет сізге, көп рахмет. Құрметті көрермен, бізде бүгін қонақта болған Дамир Шынбеков, IT университетінің ректоры. Шынын айту керек, біраз проблемаларды айттық. Бізбен бірге болыңыздар. Атамекен Бизнес Channel'дың Алматы қаласында Ритц-Карлтонда орналасқан мобильді студиясында. Сәттілік бізбен бірге болсын. Рахмет сізге. Тамаша.